Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен мойын әжімінің алдын алатын және екінші иектің болдырмайтын жаңа жақсы техника көрсететін боламын. Соңына дейін менімен бірге болып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Олай болса, бастаймыз. Ең алдымен мойнымыздың алдыңғы бөлігінің бұлшықетін тартамыз. Кеудемізге қолымызды осылай басыңқырап ұстап, басымызды жоғары тіке көтереміз. Сол уақытта біздің мойнымыздың бұлшықеті тартылғанын сезінеміз. Бұлшықеттің ауыруы сезіледі. Тура осылай тартып, ішімізден шамамен 10-ға дейін санап, осылай 3 мәрте қайталаймыз. Барынша бұлшықетімізді тіке отырып тартамыз. Енді қиғашынан тура осылай ұстап отырып, қиғашынан мойнымыздың келесі бөлігін тартамыз. Екінші рет шамамен ішіңізден 10-ға дейін санайсыз. Және үшінші рет. Мойныңыздың бұлшықетінің қай жері тартылып, қай жері жұмыс істеп жатқанын сезінетін боласыз. Бастапқыда ауырады. Енді екінші жаққа тура жаңағыдай кеудемізді басып ұстап отырып тартамыз. Екінші рет. Және үшінші рет. Шамамен 10-ға дейін санаймыз ішімізден. Енді терең тыныс алып, шығарамыз. 3 рет қайталаймыз. Мұрынмен алып, ауызбен шығарамыз. Енді мойнымыздың бұлшықетін тағы да созуды жалғастырамыз. 10-ға мойнымызды бірінші рет, одан екінші рет. Жаттығулар өте қарапайым. Күнделікті жасаса, мойның сізге алғысын айтады. Біздің бетіміздің бұлшықетінің төмен түсіп кетуі тікелей осы мойнымыздың бұлшықетінің дұрыс жасамауынан болады. Дұрыс жұмыс жасау үшін біз үнемі тіке жүріп, жаттығуларды үнемі уақытылы күнделікті жасай отырсақ, біздің бетіміздің бұлшықеттері төмен түспейді. Ұзағырақ жас қалпыңызды сақтауға көмегін тигізеді. Екінші рет 10-ға дейін, ішіңізден 10-ға дейін санап отырасыз. Және үшінші рет. Енді желке тұсымызды кезек-кезек қолымызбен уқалап, қысып аламыз.
мінекей былай 1-2 қыссаңыз жеткілікті. Өзіңізге ауыртпайтындай етіп массажды жасасаңыз болады. Мойныңыздың тура тұсын бұлшық етін босаңсытып, қысылып тұрған жерлерін босаңсытамыз. Және төмен қарай түсіреміз. Келесі кезек мойнымыздағы бұлшық етті әрі қарай жақсы қозғалысқа түсіріп, оны дамытамыз. Мінекей бұл жаттығу өте қарапайым, бірақ нәтижесі өте мықты болады. Басымызды тіке, иегімізді сәл көтеріп, өзіміз тіке отырып, аузымызды деп ашамыз. Яғни сол кезде барлық бұлшық етіміз, мойнымыздағы бұлшық етіміз қозғалысқа түседі. Байқап тұрсаңыздар, міне қозғалып жатыр. Бұл жаттығуды шамамен ішіңізден санай отырып 25-30 рет қайталайсыз. Жасау барысында бұлшық етіңіздің ерін жанындағы бұлшық еттер шаршауы мүмкін. Оған мән бермеңіз, жасаған сайын сізге өте керемет нәтиже береді. Жақынырақ көрсетейін, мінекей. Деген кезде тырыстырамыз. Өзінен өзі осылай тырысады. Деп тартқан кезде, қараңыздар. Үнемі қозғалысқа түсіп отырған бұлшық ет мойныңыздың әжімдерінің болмауына өте көмегін тигізеді. Мінекей. Енді екінші иектің алдын алатын техниканы көрсетемін. Алдымен мойныңызға майлы крем болмаса массажға арналған крем жағып алсаңыз болады. Жағып алған соң осылай саусақтың көмегімен кезек-кезек осылай жасаймыз. Бұл да мойын бұлшық етінің төмен түсіп кетпеуіне, әжімдердің болдырмауына көмегін жақсы тигізеді. Екінші иекте жиналатын майдың немесе бұлшық еттің салбырауын кетіреді. Қараңыздар, жан жағынан көрсетіп жатырмын қалай жасалатынын. Және осылай артқа қарай бір тартып, тағы да майды көбіректеу жағып алып, осындай сүлгіні аламыз қолымызға. Оны осылай орап алуға болады. Бұдан да жіңішкесін алуға болады. Мен жуандау алып қойыппын. Бірақ осылай айналдыру, алдыдан артқа қарай айналдыру, алдыңызда ұстап, сөйтіп айналдырған кезде сіздің екінші иегіңізге тиетіндей әрекеттер жасайсыз. Айналдырған уақытта сіздің иегіңізге тиіп, массаждың, вибратордың әсерін береді.
сол уақытта сізге екінші иектің болдырмауына көмектеседі. Жасаған уақытта қатты сүлгі сіздің тамағыңызды, мойныңызды тырнап кетпеу үшін майды көбірек жағыңыздар. Және жасаған уақытта міндетті түрде қолыңыз шаршайды. Бір 3-4 подход жасасаңыз жеткілікті. Осылай тамағыңыздан екінші иекті осылай айналдыру арқылы вибрация жасайсыз. Осы сүлгінің көмегімен жасайсыз. Өзіңізге ыңғайлы сүлгі алсаңыз болады. Бәрін қолданып көріңіз, өзіңізге қолайлысын таңдап аласыз. Тағы да осы әрекеттерді қайталап, саусағымыздың ұшымен ұрғылап қоямыз. Мінекей, болды. Барынша сіздерге менімен бірге болғандарыңызға рахмет айтам. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сау болыңыздар.